Ассаламу алейкум достар. Бисмилля деп бастайық. Бізде бүгінгі тақырып Құран жаттауға арналған сайтта таныстыру қалай қолданамыз, сонымен таныстыру жөнінде демо тікелей эфир болады. Сонымен біз бұл сайтты қалай табамыз? Бірінші осы парақшаға кіреміз, Малғарама дебек. Сосын осы жерде төменде тұр міне. Құран жаттауға арналған сайт. Осы жерде сілтеме болады, немесе атын жаттап алсаңыз болады. Осы сілтемеге басамыз. Сосын сіз телефонды вертикально ұстағанда осында ескерту шығады бірінші. Шошып кетпеңіз, мынау не деп. Мына бірінші ескерту, сізге айтады, телефонды көлденең бұрыңыз, сонда сайт жақсы көрінеді дейді. Бұл кезде біз окейді басамыз. Яғни мына телефон осылай тігінен ұстағанда кейбір аяттар, кейбір сөздер көрінбейді. Сондықтан сізге жаңағында ескерту шығады. Бұл ашқан сайын шыға береді. Сізге айтады, телефонда бұрыңыз дейді. Телефонда бұрасыз, сол кезде ол жаңа не кетеді. Мынау бұрылама, бұрылмай ма? Мынаны Инстаграмның браузері ғой, Хромда немесе қандай браузер бар, сондай браузерді ашасыз. Сол кезде мына телефонда бұр дейді, окей дейсіз. Телефонда бұрасыз, сол кезде жаңа кетеді. Міне, осылай оққан дұрыс Құранда. Сол кезде бүкіл сүрелердің аяттары дұрыс көрінеді. Ошым, телефонның бір проблемасы осы. Егер тікесінен ұстайтын болсаңыздар, мынаны окей дегеннен. Мына аяттардың кейбірі сыймай қалады, дұрыс көрінбейді. Сонымен жаңа ескертуді шошып кетпеңіздер, осы телефонда бұрып ұстаңыз деген ескерту. Кеттік, жалпы қалған планшеттен көрсетейін. Сонымен біздің сайтымыз осылай аталады, Инстаграмнан табамыз. Енді бұнда қандай функциялар бар? Бірінші Құран жаттауға арналған, жалпы, сосын қандай методпен жаттайды, соны түсіндіретін боламыз. Медина баспасы. Біздің Қазақстанда көбіне мешіттерде Медина баспасы деген Құран қолданылады. Негізі Құрандар әртүрлі баспада шығарады. Бізде көбіне осы Бахрейн, немесе Бахрейнда, сосын осы Құран баспасындағы Құрандар мешіттерде қолданылады Қазақстан бойынша. Ол Құранның шрифті Османи шрифт деген қолданылады. Әртүрлі бірнеше шрифттар бар Құранға арналған. Бұның ерекшелігі неде? Османи шрифтта, мысалға, әрбір бетте 15 жолдан тұрады. Мысалға, мына Құранды алатын болсақ, міне. Бірақ, үшінші бетті ашайық. Үшінші бетті аштық. Бақара сүресі мына жерде. Мұнда да үшінші бет. Міне, инна лазина деп басталады. Мына Құранда да, Мәдина баспада инна лазина деп басталады. Және бұл осы Құранның баспасында, Мәдина баспасында мына жолды санайтын болсаңызда, бүкіл бетінде 15, максимум 15 жолдан тұрады. Сосын әр жол аятпен бітеді. Мына бірінші бет аятпен бітті, 15-ші жол, келесі жолда дәл солай аятпен бітеді. Мына сайтта осының нұсқасы әрбір жолды мен жалып тұрмын, кішкентай аятпен телефонына қарағанда көрінеді. Әрбір жолда 15, әрбір бетте 15 жол бар, және әрбір бет аятпен бітеді. Мысалға, келесі 4-ші бетті қарайтын болсақ, бұл да 1, 2, 3, 4, 5 жандар алып тұр, 15 және аятпен бітіп тұр. Дәл мына Құранның электронды нұсқасы. Шрифттарын бәрін өзіңіз тексерсеңіз болады. Сонымен, бұл бірінші Мәдина баспасы бойынша бізде Қазақстанда көп қолданылады, сондықтан Мәдина баспасы алып тұр. Ал басқа баспалар болса, жаңа жол саны келіспеуі мүмкін. Кейбіреуінде 13 болуы мүмкін, кейбіреуінде одан көп болуы мүмкін. Сондықтан міндетті түрде бір Құранмен жаттаған абзал. Қазақстанда көп қолданылады осы Мәдина баспасы. Сосын Османи скрипт деген түсіндік. Және 600 бет. Осы мәдиналық баспада бізде 604 беттен тұрады. 604 беттен. Не үшін бұл бет маңызды? Себебі біз мына сайтта іздеу тек бет арқылы. Мысалға, ең соңғы бетін іздейтін болсаңыз, 504 деп іздейсіз. Мысалға, міне Иқлас сүресі ең соңғы бетте. Иқлас, Фалақ, Нас. Құранды алатын болсақ, мына Құранда соңғы бетін бұл да солай бітеді. Ең соңғы беті мына жерде төменде жол 604. Сосын бұл бетте Иқлас сүресінен басталады, Нас сүресінен бітеді соңғы бет. Бұл да мен жерде алып тұр міне. 604
егер обновить етсек, ең басында жазылған міне 1-ден 604 бетке дейін. Мәдина баспасында да дәл солай 604 беттен тұрады. Ең соңғы бетте Ықылас сүресі, Фалақ сүресі, Нас сүресі. Енді бірінші бетке қарайық. Сосын бұл негізі қысқа сүре деп айттық қой. Қысқа сүрелерді жаттаған кезде оны Құраннан жаттап аласыздар. Ал мына сайт негізі ұзын бір бетте 15 жолдан тұратын ұзын сүрелер жаттауға арналған ғой негізі. Міне мынандай осындай беттерді жаттауға арналған сайт негізгі мақсаты сол. Ал қысқа сүрелерді, соңғы парадағы сүрелерді сіздер Құраннан қарап жатталады деген ойдамын. Себебі бұл жерде келіспей кетеді кейбір жерлерде. Мысалға өзінің проблемасы бар кішкене. Мысалы бұл жерде сүренің аты бисмиллясы тұр. Бұл жерде сүренің аты бисмилля. Егер мына сөзді осы бетті осы сайтпен жаттайтын болсаңыз, бұл жерде 3 деп қойық. Бұл жерде сайттың аттары көрінбей сүренің аттары көрінбей қалады. Құл хуаллаху ахад бисмиллахир-рахманир-рахим. Бисмиллясы жоқ, сүренің аты жоқ. Неге? Бұл сүрелерді сіздер жаттап алды деген ойдамын жалпы. Бұл соңғы бетте бәрін қосып жібереді. Ал бұл сайттың негізгі мақсаты қандай айттым, бір бетте толық аяттар болған сүрелерге байланысты ұзын сүрелерге арналған сайт. Кеттік. Сонымен келесі обновить етейін. Қайтадан бірінші бетке қарайық. Мынаны 3 дейік. Енді мына келесі бет деген бұл бізде мына Құранның бірінші беті Фатиха, сонымен алға артқа жүре бересіз. Міне бірінші бет, екінші бет деп. Сосын артқа баратын болсаңыз, мына кнопканы басасыз, артқа қарай, алға қарай. Сосын бұл жерде көрініп тұрған болса, сізде қазіргі бет дегенді көрсетеді. Мысалға, екінші бетте тұрсаңыз, екінші бет, үшінші бетте тұрсаңыз, үшінші бет. Сосын беттің жолы, мына жерде 15 деп тұр үшінші бетте. Міне қазір біз екінші беттеміз, екінші бетте 6 жол бар дейді. Бұл Бақара сүресінің алғашқы 5 аяты 6 жолдан тұрады дейді. Осы жолдардың санын көрсетеді. Жалпы бұл сайт осы 15 жолдық, 10-нан көп жолдарға арналған аяттарға арналған ғой. Сосын бұл сайтта негізгі қалай жаттайды? Бұл Құран жаттаудың бір тәсілі жол бойынша жаттау, соған арналған сайт. Неге жол бойынша? Себебі әртүрлі аяттар бар бізде. Аяттармен жаттайтын болса, кейбір аяттар ұзын болады да, аяттармен жаттайтын болса, кейбір аяттар ұзын, ыңғайсыз болып кетеді. Ал мына Мәдина баспасында жалпы мына жолдар, әрбір қатарлар стандарт, ұзындықтар бірдей. Сондықтан жол-жолмен жаттаған ыңғайлы. Әркім қарайды әртүрлі. Негізі бұның осы сайттың мақсаты жол-жол бойынша жаттауға арналған сайт. Енді бұл қалай жұмыс жасайды? Мысалға біз үшінші бетті жаттайтын боламыз да. Мысалға айтайық қалай жаттайды, соны көрсетемін. Үшінші бет Бақара сүресі. Енді бетті қалай? Мысалға сіз мүлік сүресін жаттайын деп жатсыз. Оның бұл жерде мүлік дейтін сөз жазбайсыз. Бұл жерде ондай поиск іздеу жоқ. Сіз бетін білу керексіз. Мүлік сүресі Құранның нешінші бетінде? Мысалға 562-де ме бірдеме ол. Мүлік сүресі міне. 562-ші бетте, Мәдина баспасында 562-ші бетте мүлік сүресі орналасқан. Соны сіз білу керексіз. Bir жерін тауып аласыз. Сәжде кезеттен бір жерден қарап біліп аласыз. Сосын міне мүлік сүресін таптыңыз. Енді келесі бетіне өтетін болсаңыз, келесі бетіне өтесіз. Кейде мынау дейтін бүкіл аяттар барлығы интернеттен алып тұр. Сондықтан бұл сайт тек қана интернет арқылы жасайды. Кейде аяттар дұрыс загрузка болмай қалады, жүктелмей қалады. Сол кезде бірнеше рет апдейт жасап жібересіз, апдейт етіп жібересіз. Көрдіңіздер ме? Арасында болады. Кішкене күтесіздер. Кішкене сайтты интернет жақсы болу керек қой. Бір рет істейсіздік. Бір рет істеген осылай жүктеледі. Міне мына бізде бұл мүлік сүресі екінші бет 563-ші бет деп тұр. Бетте 15 деп тұр. Енді бұл сайт қалай айттық қой, жол-жолымен қалай жаттайды? Мына жерге бетті көрсеттік. Екінші санақ деп тұр. Санақ бұл сайт жалпы бірінші ашқанда 20 дегенде тұрады. Бұл санақ мысалға қарайтын болсақ. 20 ол міне келесі жол 20. Неге ең бірінші ашқанда бұл 20 болып тұрады.
20 деп тұрады. Ең бірінші ашқанда. Сосын, бастағанда қалай болады? 20 деп тұр да, дұрыс қой. Жаңа жол-жолмен жаттайтын метод қалай болады? Тәсіл. Ол былай. Бірінші жолды аласыз. Мысалы, сіз Құранмен жаттайтын болсаңыз, бірінші жолды аласыз. Сосын, бірінші қатарды 20 рет санайсыз. Сосын, екінші қатарға өшесіз, екінші қатарды 20 рет санайсыз. Үшінші қатарға өтесіз, үшінші қатарды 20 рет, төртінші қатарды 20 рет санайсыз. Сосын, 1 мен 4-ті бірге қосып, 1 мен 4-ті 20 рет санау керексіз. Келесі, мына 4-ті жауып қоясыз да, 5-ті 20 рет, 6-ны 20 рет, 7-ші 20 рет, 8-ші қатарда 20 рет санайсыз. Сосын 5 пен 8-ді қосып 20 рет санайсыз. Сосын алдыңғы 4 пен қосып 1 мен 8-дің барлығын қосып 20 рет санайсыз. Сосын 9-шы жолға өтесіз. 9, 10, 11, 12-ні әрқайсысын бөлек-бөлек 20 рет, қосып 20 рет. Сосын соңғы үшеуін 13, 14, 15-те 13-ті бөлек, 14-ті бөлек, 15-ті бөлек 20 рет. Сосын 13 пен 15-те 20 рет. 9-дан бастап 15-ке дейін 20 рет екеуін қосасыз. Сосын барлығын қосып 20 рет. Осыны сізге мына сайт автоматтандырады ғой. Енді көрсетейін қалай. Міне, мысалға біз Мүлік сүресінің 2-ші бетін жаттау керекпіз. Бұл бетте барлығы аят, ешқандай бисмилля жоқ, ешқандай басқа сүре жоқ. Барлығы осы Мүлік сүресінің аяты. Бір жолда 15, бір бетте 15 жол бар. Енді кеттік. Бастайық. Мына ашқанда көрінбей қалады бастау деген кнопка төмен жақта. Бір оқып шығасыз, танысып аласыз бірінші. Сосын бастайсыз енді. Санақ кетті. Санақ бізде жалпы 20-дан басталады. Бірақ 20-ны сіз мына жерден өзгерте аласыз. 3-ден, 5-ден, 10-нан. Кеттік. Келесі деп бастайсыз. Міне 20 санақ қалды. Бірінші ашқанда 20 санақ болады. Бұны өзгертесіз мына жерден, түсінікті ғой. Енді сіз мына аятта, мына жолда қатарды, бірінші қатар, мына жерде тұр бірінші қатар. Осыны оқисыз, сосын мынаны басасыз, мен оқыдым деп. Сізге айтады 20 санақ, 19 санақ қалды. Мына жолды сіз 19 рет оқу керексіз. 19 рет оқисыз, бірінші жол. Так, мен бейдейінші, 5 деп көрсетейінші. 3 деп. Әйтпесе ұзын болып кетеді. Так, мынау неге сақтамай қалды. 562. 3 реттен санақ, 3 рет. Әрбір жолда 3 рет деп қайталаймын деп айттым. Енді келесі бет. Мүлік сүресінің 2-ші бетіне міне. Төмен қарай түсіремін, бір бетті оқып аламын, сосын бастаймын деймін. Кеттік. Менде мына айтады. 3 реттен оқимын. Мен жерге таңдадым, мен айттым, әр жолда 3 реттен оқимын деймін. Бірінші жолда, бірінші қатарда 3 рет оқимын. Оқыдым. Сосын бұл керетте 2-ші қатарды көрсетеді. 3 рет оқимын. Сосын 3-ші қатарға көрсетеді. 3-ші қатарды мен 3 ретте 20 ретте оқимын. Сосын 4-ші қатарды оқимын. Барлығын. Біріншіде оқыдым, 2-шіде оқыдым, 3-шіде оқыдым. Енді 1 мен 4-ті бірге қосады. Міне. 1, 2, 3, 4. 1 мен 4-ші жолда қайтала дейді. 3 рет қайтала дейді. Мен байланысты көреміз ғой әрбір жолда. Осы барлығын 4 жолда бірге оқисыз. 3 рет, мен 1 рет оқыдым, 2 рет оқыдым, 3 рет оқыдым. Келесі 5-ші жолға кетеді. Бұны да 3 рет оқисыз, солай кете береді. Бұл өзі автоматын бөледі, теңге бөледі ғой. Міне 6-ға кетті, 7-ні оқисыз, 8-ді оқыдым. Енді 5 пен 8-ге дейін көрдіңіз, өзі шарп береді. Басқа жолдар көрсетпейді, тек осы. Сізге айтады, қазір осы 5 пен 8-ді 3 рет қайталаңыз дейді. 1 рет оқыдыңыз, 2 рет оқыдыңыз, 3 рет оқыдыңыз. Машалла, керемет. Енді сізге айтады, 1-ден 8-ге дейін қосып оқы дейді. Алдыңғы аяттарда байланысты керек сізге. Сосын келесі деп бақылың, автоматын шығарады сізге міне. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Осы 8 аятта сіз 3-тің оқып шықтыңыз, бөлек-бөлек. Енді барлығын қосып бірге қайталаңыз дейді. Міне, келесі санақ, 3 санақ қалды дейді. 1 рет оқисыз, 2, келесі 2 санақ қалды. 1 тағы түгел оқып шықтыңыз. 8 аят, 8 жолда келесі дейсіз. Машалла. Енді
1-ден 8-ге дейін оқыдыңыз, келесі сіздің көшетіңіз 9-шы жол. Көрейік. Келесі деп басасыз, міне 9-ға шықты өз автоматын. 1 рет оқыдыңыз, келесі, 2-ші рет оқыдыңыз, келесі, 3 рет оқыдыңыз, келесі. Машалла, енді сізге 9 шығарады. Көрдіңіз бе? 10 шығарады. Сосын солай кете береді. 11, алғашқы 4-4-тен ғой. 4 жолдан максимум. Міне 9, 10, 11, 12-ні сізге айтады, бірге қосып жатта дейді. Жаттаңыз міне. Осы 4 жолды бірге қосып жаттайсыз. 1 рет оқыдым, 2 рет оқыдым, 3 рет оқыдым. Келесі, соңғы 3-і қалды, соны жаттаңыз дейді. 13, 3 рет қайталаңыз дейді. 14-ті қайталаңыз дейді. Сосын 15-ті қайталаңыз дейді. Сосын айтады бұл. Соңғы 3-ін бірге қосып қайталаңыз. Байланыстыру керек. Кеттік. Автоматын шығарады міне. 13, 14, 15. 1 рет қайталадым, 2 рет қайталадым, 3 рет қайталадым. Келесі. Бұл соткамен қарайсыздар ғой, планшетте кішкене сөздер үлкен болғасын, планшетте қолданып отырмын. Негізі өзім соткамен қолданамын көбіне. Міне, сізге айтады енді. Сіз жаңа соңғы оққан 7 аятты бірге қайталаңыз дейді. Міне, 9-дан бастап. 9, 10, 11 мүжері көрінді ме? Міне, 9 соңғы оққаныңыз. 9, 10, 11, 12, 13. Міне, 14, 15-ті 9-дан бастап 15-ші жолға дейін сізге айтады бірге қайталаңыз дейді. Егер көрінбей жатса, соткада осылай үлкейтіп жасауға болады. Енді кеттік. Осы 9 мен 15-ті қайталайық. 3 рет оқыдым, 1 рет оқыдым, 2 рет оқыдым, астына өзі басқан кезде бірінші қатарға бірден апарады. 3-ші рет оқыдым, машалла. Енді сізге айтады, 9-дан 15-ге дейін оқыдыңыз, келесі барлығын міне 1-ден бастап, 1-ші жолдан бастап 15-ші жолға дейін барлығын қосып, соңғы рет 3 рет қайталаңыз дейді. Көрдіңіз бе? Есептей отырмайсың, барлығын өзі осы программа санап отырады сіз үшін. Сіз мынаны басып отыру керексіз. Міне 1 оқыдыңыз, басынан бастап барлығын оқып шықтыңыз, бөлек-бөлек. Енді барлығын байланыстыру керек. Мына бетті 1 оқып шығасыз, окей. 2-ші рет оқып шығасыз, мынаны басасыз. Мына тасбиқ қой, Құранға арналған тасбиқ. Міне 2-ші санақ бітті, оқып шықтыңыз, окей. Міне машалла, сіз осылай 15 жолда 1 бетті бітірдіңіз, 1 жаттап шықтыңыз. Сосын бұл келесі жол дегенде өзі бүкіл бетті жаттап шыққаннан кейін бір автоматын келесі бетке кетеді. Міне келесі бет 1, 2, 3, 4, 5. Сосын қалам сүресі, арғай қалам сүресі басталады. Бұл жерде көрдіңіз бе, автоматын кете береді. Енді бұл жерде 13 дейді. 13 жол бар екен бұл жерде. Неге 13? Себебі мұна екеуі саналмайды. Келесі сүрені алды, бисмилля, оны алып тастайды да, барлық жолды бірге қосады. Мүлік сүресінің 1, 2, 3, 4, 5. Мүлік сүресінен 5 жол қалды. Сосын қалам сүресінен ар жағынан неше? 8 жол қалды ма? Сондай өдеме. Соны бірге қосып жаттаңыз деп ұсынып тұр ғой сізге. Түсінікті ме? Бұның енді проблемалар бар. Бұл сайтта қандай проблемалар бар? Мысалға, қайтан басынан бастайық. Кейде мына шрифттар жүктелмей қалуы мүмкін, интернет шамалы болса, сол кезде айттық, бірінші рет обновить етіп жасап аласыз. Міне мысалға, мына планшетте осындай ошибка бар. Аралары ашық болып кетті. Кейбір сөздер дұрыс жүктелмеген. Мысалға, мынау жаңа мүлік сүресі, қалам сүресі жоқ. Сол кезде 1-2 рет обновить етіп жүру керек. Осылай барлық жолдар. Сізге Құранмен таныс болсаңыз, негіз бірінші бумажный қарап алған жақсырақ болар деп ойлаймын. Бірінші тыңдап, жаңа тыңдайсыз ғой, соны сол кезде уже таныса бастайсыз Құранның қай бетінде қандай аяттар бар, қалай басталады деген сияқты. Бұл сайтта аудио жоқ. Мені мана сұраған, аудио нұсқасы бар ма деп. Аудио нұсқасы жоқ. Бір минусы сол. Сосын кейде дұрыс жүктелмей қалады, обновить жібереміз оны. Міне. Бірақ телефонда негізі нормально. Планшетте осында болып кетеді. Сосын мысалға жаңа мүлік сүресін алайық, 2-ші бетті. Сіз мына жерде 20 рет, әрбір қатарда 20 рет қайталаймын деп қойдыңыз. Бұл бетте 20 рет қайталау үшін сізге примерно 1 сағаттай кетеді. Мысалға, мына қайталап жатса 20 рет қайталадыңыз бірінші жолда. Сосын 20 рет, 20 рет, 20 рет, 20 рет, 20 рет.
Енді сіз бір шұғыл шаруаңыз болды да, сайтты жауып тастап, келесі күні қайтадан бастайым десеңіз, бұл сақталмай қалады. Қай қатарда екеніңіз сақталмай қалады. Бір проблемасы сол. Оны істеуге болады, бірақ әлі дайын емес. Мынандай болып кетсе, обновить дейміз. Қайтадан сізге немесе бір бастасаңыз, бірден бітіру керек боласыз, немесе қайтадан бастау керек болады. Немесе 20 емес, 5-5-тен, 3-3-тен алсаңыз болады. Сол кезде тез бітіресіз. Мысалы, 5-5-тен бір жарты сағатта бір бетте бітіруге болады. Сосын осындай проблемасы бар. Мына санақта сосын қай бетте тұрсыз, оны сақтайды негізі жалпы. Мынаны бірінші бет кетіп қалды. Санақта 562 деп отыр едік қой жаңа. Сақтамай қалды. Міне мүлік сүресінің екінші бетіне артқа қарай басу үшін келесі арабшада керісінше сол мына алға қарай, мынау алға қарай, мынау артқа қарай. Так, осындай. Сосын бұның мобильный приложениесі бар ма деп сұрап жатқан. Бұндай мобильный приложениесі жоқ, тек қана сайт. Сайттың аты парақшада көрсеттік. quran.kz.versia.app деп тұрады. Менің парақшада тұр, осылай аталады. Quran.kz мені. Quran.kz versia.app. Парақшада сілтемесі тұр. Немесе жекеге жазсаңыздар, мен сізге жіберем. Так, сұрақтарды қарап жіберейін, кім қандай. Программа аты қандай? Программа бұл сайт қой. Программа деген сайт. Интернетте quran.kz.versia.app. Жекеге жазсаңыздар жазып жіберем адресі. Сосын мобильный приложениесі жоқ, сосын мына жерде тәжвидпен істейсіз бе дейді. Бұл мына мединалық баспада айтқандай, мына мединалық баспада тәжвидтер көрсетілген. Мысалға, мына жерде белгілер тәжвид қалай болады? Тәжвидпен істейсіз бе дейді. Мына бажу бүкіл жерде харакеттері көрсетілген. Мына мединалық баспада қандай, дәл сондай харакеттер сондай. Одан қам жемесеңіз, бұлай түрлі түсте тәжвидтің ережелері көрсетілмеген. Тәжвидпен істейсіз бе дейді. Сосын тағында сұрақ бар екен, қарап жіберейін. Так, жалпы осы. Бұл негізі, ассалаумағалейкум, уағалейкумассалам. Негізі бұл сайттың мақсаты ұзын беттерде, ұзын аяттарды жаттауға арналған сайт қой. Мысалы, Ясин сүресін алсақ, Ясин сүресі қай бетте? Оны нені ашамыз? Мысалы, Кәхф сүресін алайық. Кәхф сүресі міне жалып тұр мына жерде. Кәхф сүресі 293 беттен басталады дейді. Көрейік соған. Мынаған барасыз, бір жерін тауып аласыз. Қай сүре, қай бетте екен. Сосын 293 дейді. 293 барасыз. Мына бетті Кәхф сүресі мына мына жерден басталады ғой, бұны өзіңіз бөлек жаттап аласыздар. Мына келесі бетті жаттауға арналған негізі міне. Мынандай ұзын аяттар, ешқандай бөлек жоқ. Мына бір аятта 15 жол, барлығы бір сүренкі болса, осындай аят, осындай сүрелерді бөліп жаттауға автоматын бөліп береді осы сайт. Қалай жүктеп алсақ болады? Бұл сайт қой, маған жекеге жазсаңыз, парақшада негізі сайттың адресі тұр. Соны бассаңыз ашылады браузер арқылы. Бұл приложение емес, сайт. Браузер арқылы телефоннан ашасыз. Осы айтқым келген осы. Құран жаттауға арналған сайт. Медина баспасы бойынша жасалған. Усмани шрифт қолданылады. Сосын 600 беттен тұратын Құран. Біздің Қазақстанда көп қолданылады. Жалпы мынау санақ әрбір жолда неше рет қайталайсыз, соған белгілейсіз міне. Мынаны алып тастаңыз, мына жер алып тұр. Санақ 1-ден 100-ге дейін. Мынаусы мына жер алып тұр. 1-ден 604 бетке дейін. Неге 604? Себебі Мәдиналық Құранда 604 максимум. 1-ден максимум 604. Сосын төмен жақта мен старт деген кнопканы басасыз. Сосын сөйтіп жайлап бастап кетесіз. Жаңа 300 мысалға 293 аят бет. Бұл бізде Кәхф сүресінің басталатын жері. Бірінші кішкентай жолды өзіңіз бөлек жаттап аласыз, келесі бетке өтесіз. Сосын сол бетке осы приложение сайтты қолдансаңыз болады. Жаңа айттым, егер ортасына келіп қалсаңыз, немесе түгел бітіру керек болады, немесе қайтадан бастау керек болады. Себебі сақтамайды. Жалпы осы қажет болса, пайдалы болса қолданыңыздар, барлығы тегін.
соңғы қосылған жігіттер, достар, эфирді басынан бастап қарасаңыздар болады. Қайталамай қойын. Жалпы осы санаққа байланысты таспиқпен санап отырмайсыз. Тек басып отырсаңыз, тек таспиқтың орнына мына басып отырсаңыз болды. Әрбір жолды оқыдым, міне 3 рет қайталау керек дейді. Мысалы мен айтам. Міне сіз мысалы мынандай бар айтпақшы. Сіз 3 деп таңдадыңыз, 3 рет қайталап сіз айтасыз, жоқ маған 3 аз, 5-ден бастағым келеді десе, бұл жерде енгізілмейді. Неге? Сіз себебі мынаны бітіру керексіз. Немесе бітіру ерінсеңіз, апдейт жасап жібересіз, парақшаны обновить етесіз, сол кезде көрсетесіз міне. Мен 20 рет қайталағым келеді дейсіз. Сосын бастайсыз. Енді кеттік көрейік. Міне 294 бет, Кахф сүресінің 2 беті. Осыны мен айттым. Міне 20 рет қайталауым керек дедім. Кеттік. Бастайым. Таспиқтың орнына ғой. Келесі бисмиллах, ал кеттік. Келесі жол. Міне бірінші жол 20 рет санаңыз дейді. Көрдіңіз бе? Сіз санап бәтсіз, оқып бәтсіз, 20 рет оқыдым, 1 рет оқыдым, 2 рет оқыдым, шаршасаңыз, мұнан өзгерте алмайсыз. Өзгерту үшін апдейт жасау керексіз. Қайталап айтамын. Мына барлық ақпаратты бұл интернеттен алады, сондықтан интернет болу керек, жақсы интернет. Жақсы, басқа сұрақ болмаса осы қысқасы. Мұндай қиын емес жоқ. Әрбір жолдарды, мысалға, әрбір жолдарды бөлек-бөлек жаттайсыз, соны біріктіреді. Қайталау үшін бірінші 1 мен 4-те, сосын 5 мен 8-де, сосын 1 мен 8-де біріктіреді. Кейін 9-ға өшеді, 9, 10, 11, 12-ні бөлек жаттайсыз. 9 мен 12-ні бірге қосып жаттайсыз. 13, 14, 15-де бөлек-бөлек жаттайсыз. Сосын 13, 14, 15-де қосасыз. Кейін сізге 9-дан 15-ге дейін қайтала дейді, соны қайталайсыз. Одан кейін бар 1-ден 15-ге дейін қайтала дейді. Сол қайталамай қойын, басында айттым. Осымен қолдасаңыздар болады деген сайт. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Сау болыңыздар.